Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, оңай салат түрін дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге жіңішкелеп туралған капуста қажет. Қызылша мен сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Әдемілеп қасықпен осылай басып, әбден араластырып аламыз. Арнамды қолдап тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Содан кейін 2 тұздалған қияр қостым. Жіңішкелеп тураймыз осы видеодағыдай. Және зелень қосамыз. Қалауыңыз бойынша ұнаған зеленді қоссаңыз болады. Менде көк пияз бен укроп. Сақтап турап қосамыз. Және консервідегі горохтан қосамын. Екі-үш қасық майонез қосамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Дәміне қарай тағы тұз қоссаңыздар болады. Қара бұрыш қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.